Саламатсыздар ма? Менің аты-жөнім Нұртазаева Мөлдір. Әбілда Тәжібаев атындағы номер 36 мектеп лицейінің биология пәні мұғалімімін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы экожүйенің ауысымы. Сабақтың мақсаты экожүйе ауысуына әкелетін факторларды анықтау. Экожүйенің ауысуына алып келетін факторлар олар биотикалық факторлар, абиотикалық факторлар және антропогендік факторлар. Биотикалық факторлар бұл жанды табиғаттың әсері. Оған біз симбиоз, паразитизм және жыртқыштықты жатқызамыз. Ал абиотикалық факторлар бұл жансыз табиғаттың әсері. Оған жарық, қысым, температура, жанартаудың атқылауын жатқызамыз. Ал антропогендік фактор бұл адамның әрекеті, яғни адамның іс-әрекеті арқылы бір нәрсені жасау, бұзу, өнеркәсіп орындарын салу, міне адамның іс-әрекеті жататын факторларды антропогендік факторлар деп атайды. Демек, экожүйенің ауысуына алып келетін 3 фактор бар. Экожүйе ауысу барысында бір түр екінші түрді алмастырады. Оны сукцессия деп атайды. Сукцессия екіге бөлінеді. Бірінші реттік сукцессия және екінші реттік сукцессия. Бірінші реттік сукцессияға көлдің батпақтанып, оның орманға айналуын жатқызамыз. Ал екінші реттік сукцессия ол екіге бөлінеді. Біріншісі организмдердің тіршілік әрекетінің әсерінен бірлестіктердің ауысуы. Ал екіншісі адамның іс-әрекетінің әсерінен бірлестіктердің ауысуы. Енді бірінші және екінші реттік сукцессияға мысал келтірейік. Бұл үшін мына суретке назар аударатын болсаңдар, бірінші реттік сукцессия. Себебі экожүйенің ауысымын түсіну үшін көлдің батпақтану мысал ретінде қарастырып отыр. Алғашында көлдің бетінде қалқып жүрген өсімдіктерді байқауға болады. Уақыт өте келе қураған өсімдіктер көл табанына жинала бастайды. Көл табанына жиналған өсімдік қалдықтарын редуценттер қорыталмай, көл таязданып, лай батпаққа айналады. Батпақ айналасында ағаштар өсіп, орман пайда болады. Бұрынғы көлдің орнында орман экожүйесі орнығады. Бұл бірінші реттік сукцессия болып табылады. Мынау суретке назар аударсаңдар, бұл екінші реттік сукцессия. Яғни бұл жерде ең бірінші суретте өртенген орманды байқауға болады. Ал екіншісі 2 жылдан кейінгі орманның қайта қалпына келуі. Өрттен немесе ағаш жаппай кесілгеннен кейін орманның қалпына келуі ұзақ уақыттарды алады. Себебі алғашында жарық сүйгіш шөптесін өсімдіктер пайда өсе бастайды. Одан кейін жарық сүйгіш ағаштар өсе бастайды. Содан кейін қарағайлар өсе бастайды. Осылайша орманның қайта қалпына келу үшін 150-200 жыл уақыт өтеді. Мынау екінші сурет. Бұл антропогендік фактор, яғни адамның іс-әрекеті арқылы болып жатқан процесс. Мына жерде адамдар талды кесіп, орнына өнеркәсіп, немесе завод, үйлер салынып жатыр. Қазіргі уақытта өнеркәсіп және ауыл шаруашылығының қарқынды дамуынан табиғи экожүйелер біртіндеп жойылу үстінде. Оның орнына антропогенді экожүйелер қалыптасуда. Бұл суреттерден біз экожүйелердің ауысуын байқадық, яғни сукцессияның бірінші реттік сукцессия және екінші реттік сукцессияға мысал келтірдік. Енді экожүйенің солтүстіктен оңтүстікке қарай ауысуы. Яғни әрбір аймақта мына суретте солтүстік аймақ және оңтүстік аймақты байқауға болады. Әрбір аймақтың өзіне бейімделген өсімдіктері бар. Сол өсімдіктер солтүстік аймаққа және оңтүстік аймаққа өзіне тән температурасы, ылғалдылығы, топырағына сай, сол аймақтың бейімделген өсімдіктер дүниесі қалыптасады. Мына жерде назар аударсаңдар, мына суретте
солтүстіктен оңтүстікке қарай туындра, орманды туындра, қылқан жапырақты орман, аралас орман алқаптарын кездеседі. Ылғалдылықтың жетіспеуінен оңтүстікке қарай дала, шөлейт және шөл зонасының өсімдіктер дүниесі қалыптасады. Біз бүгінгі тақырыптан экожүйенің ауысу себептерін анықтадық. Оларға әсер ететін 3 факторды білдік. Егер де тақырып түсінікті болса, мына тапсырманы орындайық. Мына жерде суретте экожүйені өзгеруінің себептерін ата. Ойлануға 1 минут уақыт. Яғни, егер де ойланып болсақ, бұл жерде көлдің батпақтанып, оның орманға айналуын көруге болады. Экожүйе ауысуын түсіну үшін көлдің батпақтануы мысал ретінде беріліп тұр. Жаңа айтып өткеніміздей, көлдің бетінде алғашында өсімдіктер пайда болады, қалқып жүреді, одан кейін олар көлдің түбіне түседі. Редуценттер оны қорыта алмағаннан кейін көлдегі су таязданып, лай пайда болады. Лай батпақтанып, орманды айнала бастайды. Демек, бұл жерде экожүйенің ауысуын байқаймыз. Бірінші реттік сукцессия. Ал екінші, мына кестені толтыр. Экожүйенің ауысуы және оның себептері. Жаңа түсіндіріп өткенімдей, экожүйенің 3 фактор бар ауысуына және оның себептерін. Ойлануға 1 минут уақыт. Ойланып болсақ, экожүйенің ауысуына 3 фактор. Олар абиотикалық факторлар, биотикалық факторлар және антропогендік факторлар. Биотикалық факторларға себептері олар паразитизм, симбиоз және жыртқыштықты жатқыздық. Ал абиотикалық факторларға оларға жарық, температура, ылғалдылықты жатқызамыз. Ал үшіншісі антропогендік факторлар. Адамның іс-әрекеті арқылы, яғни бір нәрсені жасау, бұзу, не осы себептерді жатқызуға болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.